біз сөйлесеміз қорқу туралы? Ағылшын тілін сөйлегенге қорқасыз ба? Қорқынышыңыз сізді жаулап алады ма? Сосын үн қата алмайтын жағдайға түсіп қаласыз ба? Ендеше осы бейне сізге арналған. Бәрімізге. Маған да. Неге біз сөйлеуден қорқамыз? Өйткені біз қателіктен қорқамыз. Қате жасаудан қорқамыз. Қате жасап қойсақ, қатемен сөйлеп қойсақ, бәрі күледі. Мені ақымақ деп ойлап қалады. Менің ағылшынның деңгейім жаман екен, нашар екен көріп қояды. Одан шыға сөйлемей қояйын, бүткіл ұятымды шығарғанша. Бұл қателік. Неге десеңіздер, осындай жағдайда сіздер қателікті өздеріңіздің жауларыңыз қылып алдыңыздар. Қателік енді сіздердің жауыңыз болып кетті. Қателіктен қорыққандықтан сіздер ештеңе істей алмайсыздар. Бір орында тұрып қалдық. Сөйлей алмаймыз, үн қата алмаймыз. Сосын қате жасаудан қорқып жүреміз. Сол деңгейде қалып қаламыз. Ары қарай дамымаймыз да. Қате біздің жауымыз болып кетті. Біздің қорқамыз, ол бізді престейді, ол бізді құлзайды, қинайды. Ал егерде біз қатені досымыз қылып алсақ, жағдай мүлдем басқаша болушы еді. Қалай біз қатемен дос болып аламыз? Қатеден қорықпайық. Қате біздің досымыз деп есептесек, біз ары қарай дамимыз. Тіліміз ары қарай дами береді. Неге? Мысалы, мынандай жағдайда елестетейік, иә? Далада біреуді көріп қалдыңыз. Ағылшынша сайрап жатыр. Мүмкін Англиядан келген шығар, әлде тілі жынды дамып кеткен шығар. Барып сөйлескен күшті болушы еді, иә? Қазір мен жаттығу болушы еді. Мен дамып кетемін, қазір сонымен сөйлесем. Бірақ мен қазір жаман сөйлеп қалам ғой, қате жіберіп қоямын, не істеймін? Жоқ, ештеңе кетпейді, барып сөйлесем қазір. Деп барасыздар жанына, сөйлейсіздер, үн қатасыздар, қатемен сөйлеп жатсыздар, бәрібір әйтеуір сөйлеп жатсыздар, жаттығып жатсыздар, ол кісі сізбен сөйлесіп жатыр. Сізде жаңа ғана сөйлеу жаттығуы болды. Енді сіз бір қадамға алдыға басып кеттіңіз, иә? Егер сіз қорыққасаңыз, қате сіздің жауыңыз болса, сіз бір орында тұрып қалдыңыз. Ештеңе сөйлеген жоқ, сол бір байқұс орындасыз. Егер де сіз қатені менің досым деп алып, қорықпай барып сөйлесетін мүмкіндікті қолдансаңыз, сіз бір қадам алдыға бастыңыз. Енді сіз жаңағы сөміреп тұрған жоқсыз, деңгейіңіз де сол сөміреген деңгейде емес. Бір қадам аттап кетіңіз. Әлде қашан жақсырап қалды сіздің деңгейіңіз. Міне, қате сіздің досыңыз. Және де, мысалы, сабақ үстінде біреумен жаттыққан кезде қате жіберіп қоясыз. Бірақ одан кейін сол қатеге қарап, қатені түзесек болады. Қатеден үйренсек болады. Жаңа дүниелерді үйренемін мен қатенің арқасында. Сосын келесі болашақта ондай қате жібермеймін. Өйткені мен қате жібергенімнің арқасында үйрендім. Болашақта ондай қате жібермей кетемін. Сондықтан қатені жауымыз қылып алмайық, одан қорқып, сүмірейіп бір орында жүріп қаламыз. Қатемен достасайық, бір-бірімізге көмектесейік, жаттығуға мүмкіндіктер пайда болса, соны қолданайық, сөйлесейік, қате сонымен сөйлей беріңіздер. Бәрібір, әйтеуір дамып жатасыз, қатемен де сөйлей беріңіз. Одан кейін қателеріңіз түзеледі, біреу айтады, сіз байқайсыз, мұғаліміңіз айтып қалады, иә? Содан кейін сол қатеден үйренесіз, ары қарай дамисыз, бір орында тұрмайсыз. Сондықтан өте маңызды қатеден қорықпауға, қате болып сөйлей беріңіз. Сіз сөйлеп жатырсыз. Бағана қорыққан кісі әлі бір орында тұр. Сөйлемей қалды. Сіз қатемен болса да сөйлей беріңіз. Одан кейін қате азая береді уақыт бойы. Егер де сіз қозғалмасаңыз, қолданбасаңыз жағдайларды, мүмкіндіктерді жаттықпасаңыз, қайыққа барасыз, қайыққа дамымайсыз. Қате біздің досымыз. Біз одан қорықпаймыз, біз бірге қадам басамыз болашаққа. Қазірден бастап қадам басамыз.